Армысыздар көпшілік, қалайсыздар, аман есенсіздер ме? Келіп жеткен оразамыз құтты болсын. Баршаңызға Құдай тағала күш-қуат берсін. Осы жақында ғана және бір әңгіме болды. Осы достарымның арасында, осы қоғамда жүріп жатқан әңгімелер, ораза тұтамыз ба, тұтпаймыз ба деген әңгімелер шығып жатыр. Құдай, жылдан жылға осы сұрақ қайта туындай береді. Алла деп айтамыз ба, Тәңір деп айтамыз ба, не айтамыз деген сияқты әңгімелер көбейіп жатыр. Соған орай өзім пікірімді айтсам, оны айтқанмын өз пікірімді. Мен ешқашанда Құраннан бас тартқан емеспін, және бас тартпаймын да. Құран мен үшін ол үлкен Құдай тағаланың жіберген ғылымы ғой. Құдайдың өзі ғылым. Олай болса, Құдайдың жіберген кітабы неге ғылым болмайды? Оны Құдай жіберді ме, жоқ басқа жіберді ме, сен қайдан білесің дейтін шығар. Енді оны Құранды оқыған адам біледі. Құранның ішінде не бір ғылыми дәлелдемелер бар, факторлер бар. Көз жеткізем деген адам оңай көз жеткізеді. Енді Құран бізге толық нұсқада жетпеген деген әңгіме бар. Құранның ашылмаған құпиялары бар деген әңгіме бар. Оның өзі бір басқа. Демек, Құран ол менің сүйікті кітабым, Мұхаммед пайғамбарым, менің елшім. Міне солай. Енді мына Ақберен Елгезек деген кітапты да тапсырыс беріп ем, жетті. Енді оқимын, Алла бұйыртса. Мен көп нәрселерді қызыққаным ол зерттеу ғой. Зерттеу біздің аталы жолға, яғни біздің түп тамырымызға ол қажетті дүние ма, жоқ әлде қалай деген сияқты әртүрлі сұрақтар туындайды. Қазіргі заманның легіне қарай біздер деген ілесе алмасақ та болмайды. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп шегере берсек, ақырында өзіміз дұрыс болмай қаламыз. Соған орай мен мына жерде бір көпшілікке бір тақырыпты аша кеткім кеп отыр. Енді мына кітапты мен насихат жасамаймын. Әркім оқимын деген адам қолжетімді бағада Каспи арқылы алуға болады екен. Оған автордың өзі мынандай дүниелерін салып қойыпты. Мынандай бір мінекей оқыңыздар. Сосын өзінің қолын қойып қойыпты, жақсы тілегін тілепті. Әмин. Алланың панасында болыңыз дейді. Құрметпен автор. Яғни Алланың панасында мен де болайын, Алланың панасында сіз де болыңыз. Осының көріп отырған оқырман, тыңдарман. Ашайын деген тақырыбым мынау. Тіл көз деген тақырып. Ел арасында көп айтылады. Тіл көз. Бір тәуіпке барсаң, маған айтады. Мысалы үшін, тәуіп жағаламаған қазақ болмаған ғой. Баяғыда бәріміз сол тәуіпке барғысы едік, әлі де барамыз. Барып жатқандар бар шығар. Мен өз басым енді қазір ата жолда жүргендіктен онша нәрсені өзімізде біліп қалдық. Аян көресің, түс көресің деген сияқты. Сезесің деген сияқты. Енді тіл көз деген қайдан шығады? Осы аталы жолда жүргенде бір кісі былай деп айтқан ғой. Соны мен Тоқберген атаға айтып отырмын. Тоқберген атаға және қарамағындағыларға және бүкіл өзіміздің қазақ еліне тіл көз дегеннің не екенін түсініп алсақ екен деген ниетпенен. Мен ниетім ақ. Ешқымен ешқандай есеп айырысып отырған жоқпын. Біз енді өзіміз тану арқылы өзгені танимыз, әлемді танимыз, Құдайды танимыз. Сондықтан қалың жұртқа түсініктірек болсын деген ниетпен айтып отырмын. Тіл көз дегенді Тоқберген атамыздың айтуын бойынша біраз
тыңдағанмын. Ал енді оны былай анығырақ мысалменен айтқан кезде мына бастан өткен іс арқылы толық былай айтқым келіп отыр. Бәрімізге де түсінікті болсын. Осы мен атал жолда жүрген кезде энергия ұрлап кетті, мен әлсіреп қалдым деген бір әйел баласы болды. Сол пәленше деп мен айтады да, мен барып энергия, яғни қуат ұрлап кетіппін, сөйтіп пәленше әлсіреп қапты, жұмысы жүрмей қапты. Енді осы жөнінде айтайын. Бұл егер тәуіпке барсам, егер жаңағы кісі қуат ұрлатып алдым, әлсіреп қалдым деген адам тәуіпке барса, немесе сол жердегі адамдардың айтуы бойынша, кейбірінің айтуы бойынша, ол былай болады ғой, саған пәленшенің көзі өткен, тіл көз болып қапсың дейді. Баяғыда тәуіпке барғанда осындай әңгімені көп айтатын, тіл көз деп. Мен барсам, мысалы үшін маған айтады, сіз барсаңыз сізге айтады. Әр үйде бір келін түскен кезде бір топалаң болған шығар. Келін барса, о, сен тіл көз болғасын дейді. Енесі барса, енесіне айтады, сен тіл көз болғасын дейді. Сөйтіп, енесі болса, келіп бәлені келіннен көреді. Келін бәлені енесінен көреді. Сөйтіп, бір-бірімізден көріп, жаңағы жүрген уақытты есімізге түсірейік. Сол уақыт әлі жалғасып келе жатқан сияқты. Соның түп тамырына сіз болып, біз болып балта шабайық. Енді мен жұмыстан біраз шаршап келем, даусым қарлығып тұр. Айып етпеңіздер. Сонда Маруан тәте деп атын атап қойдық қой, енді атай берейік. Маруан тәте, сонда мен сұрақ қойдым мен, неге сіз үйтіп айтасыз, неге мен барғанда сіз қуат жоғалттыңыз? Осы әңгімені мен қанша қозғамай қояйын десем де, бірақ қозғау керек болып тұр. Өйткені адамның тағдырымен адам ойнамасын бұдан былай. Егер де осы әңгімені ашып айтқан кезде адамның тағдырымен адам ойнаймыз, сөйтеміз да күнәға батамыз. Сосын оны біреуден көреміз. Сонда кешегі енелер мен қайын апалар, қайын сіңлілер, келіндердің шайқасы осы төңіректе болған ғой. Тіл көз болғасын десе, мысал үшін тәуіптер, мен барсам мені жақтап сөйлейді, келінді жамандайды. Келін барса келінді жақтап сөйлейді да мені жамандайды. Бұл кезде тәуіптердің де дәрежесі, яғни өсу дәрежесі сондай шығар. Олар да енді көп нәрсені, тылсым дүниені түсіне бермейтін шығар. Қазір бәрі жер бетіне шығып жатыр ғой. Қазір енді түсінбеу де мүмкін емес. Түсінуге біз мұқтажбыз қазір. Түсінуге біз мәжбүрміз. Сонда кешегі тәуіптердің тілімен айтқан кезде біздің сол Маруан тәтеміз тіл көз болған. Тіл көз болған. Енді ол тіл көздікті қалай жазуға болады? Неге мен ол апайды, тәтені тіл көз деп отырмын? Өйткені мен одан шынымен қуат ұрлап алсам айтқан болатынмын, дәлелдеңіз деген. Ол ешқандай дәлел келтірген жоқ. Егер мен соны бір әңгімелерін тыңдай алмай, сонда айтылып кетпесе, бұлай уақытым болғанда біраз қарап тұруға тырысам. Ондай сұраққа мен жауап алмадым. Енді көптің көзінше біреуді кінәлау үшін адам алдыменен жеті өлшеп бір кесіп алу керек, содан кейін кінәлау керек. Тағы қайталап айтам, адамның тағдырымен адам ойнамасын. Егер сол ізденбей, сол көптің бірі болып жүрген адам болса да оншалықты таң қалмас едім.
Енді қазіргі жағдай, сен ізденіп жатырсың ба, ізденбей жатырсың ба, сен қай жолда жүрсің, аталы жол білесің ба, білмейсің ба, оған қарап жатқан жоқ. Қазіргі жағдай бәрімізге бірдей болып тұр. Сол себептен менің айтарым, Маруан тәте тіл көз болды. Жаңа Тоқберген атамыз камера бермекші болды. Егер сендер жұмыс жасасаңдар, мына камераны сон жұмыс жасаған адамға берем деп. Мен сол жолда жүрген кезде, сол жерде жүрген кезде бір канал ашпақшы болғам. Сөйтіп жаңағы камераны алу ойымда болды. Мына осындай әңгіме жүрді. Сонда Маруан тәтенің бойында жаңағы қызғаныш пайда болды. Яғни бұл көз дейді оны. Енді неге тіл дейді? Бір чатта отырған кезде мені кінәлап аузына келгенін айтты. Мен істемеген ісімді істеді деп жаман ойға кетіп айтты. Сен жыландай болып кіріп алып, менің ордама енді өзіңнің ісіңді жүзеге асырмақшы екенсің ғой деп небір сөздерді айтты. Сол чатта отырғандар біледі. Аузына келгенін ұттады, былайша айтқанда. Сонда маған тілі тиді. Қызғаншақтық жасады. Соны айтады. Тіл көз деп. Содан кейін өзі тіл көз болғаннан кейін одан қуат кетті. Біраз уақыт жұмысы жүрмей қалған. Оны менен көріп отыр. Сонда менен емес, адам өзінен көру керек екен. Егер сіз тәуіпке барсаңыз, сізге тіл көз болғансың деп айтса, демек ол адам өзі ойлану керек. Мен кімге тілімді тигіздім, кімге қызғаншақтық жасадым деп ойлану керек. Менің зерттеп түсінгенім осы болды. Неге жұрттың бәрі тіл көз бола береді? Анау барса анау тіл көз, мынау барса мынау тіл көз. Неге? Сонда Сергей Николаевич Лазаревтің айтқанындай болып тұр ғой осы жерде. Енді Сергей Николаевич Лазаревтің кітабын оқыған адам көп емес шығар, оқыған адам түсінеді. Тура осы біздің қазақшылық, тура осы аталы жолдың әңгімесі, Қыдырәлі Тарбаев ағамыздың жолы, былайша айтқанда. Мен осы каналымда жүр ғой, Сергей Николаевич Лазарев және Қыдырәлі Тарбаев деген. Осы Қыдырәлі Тарбаев ағамыздың жолын көп адам түсінбей, осы әруақ деп үстіп жүре береміз ба деген бір түсінбестік жағдайлар болған. Сол кезде мен осы кітапты одан бұрын оқып жүрген едім. Сол кезде айта бастадым, осы кітап бар екен, тура осыған ұқсайды екен деп. Сонда бір жас сұңқар жігіт, аты кім еді, Азамат беді сол. Әпше, мен ол кітапты байқадым, жақсы екен, мен де оқып жүрмін деген еді. Мінекей сондай. Сондықтан құрметті бауырлар, тіл көз деген осындай болады. Тіл көз, біз өзіміз тіл көз боламыз. Ешкімнен еш нәрсені көрудің қажеті жоқ. Мына жерде енді аталы жолдың бір өкілі ретінде деп айта берейін, олар жақтыра ма жақтырмай ма, бірақ аталы жол ешкімге жат емес. Ол біздің әке-шешеміздің жолы, ата-бабамыздың жолы. Сол біраз уақыт жүргеннен кейін осындай жағдай болды. Негізі әруақтар маған зеленый свет беріп қойған еді. Оны өзім білем ғой. Әркім өзінің жағдайы өзіне мәлім. Сол Жайнаққа да барып бір зерттеу жұмыстарын жүргізіп, атаның, сол Тоқберген атамыздың зерттелмей осы көпшілікке түсініксіз болып жатқан бір зерттеу жұмыстары, еңбектерін сол зерттеп, мен өзімше солай бір көпшілікке аша түскім келіп еді. Бірақ маған әруақ құдай емес, маған осы тірі жүрген адамдар жолымды жауып қойды. Анау деп, мынау деп.
Сол себептен қазірде енді ізденіс жолындамын ғой, құдайға шүкір. Достарым бар, хабарласып тұратын, өздерінің ойларыменен бөлісіп жәрдем беріп жатқан достар бар, құдайға шүкір. Адам жалғыз емес. Бірақ та аталы жол барлық бүкіл қазаққа ортақ, біздің түп тамырымыз болғандықтан біз бар күшті жұмылдырып жұмсап жан-жақты болу үшін біріміздің жолымызды біріміз кеспеуіміз керек. Әркімнің өзінің ерекшелігі бар деген ғой. Сол әркімнің өзінің ерекшелігімен санасу керек. Сонда аталы жолды биіктен көрінеді. Тезірек өзіміздің бауырларымызға, қаракөз бауырларымызға тезірек жетеді. Әр қырынан жетеді, бір қырынан ғана емес. Егер адам бір қырынан дамып кете берсе, айтады ғой, адам деген 7 қырлы, 8 қырлы деп. Неге біз бір қырынан ғана дамуымыз керек? Біз әр қырымыздан дамуымыз керек. Мен бұл жерде кектеніп айтып отырған жоқпын. Менде кекшілдік жоқ. Ол бар болған күнде де ол кекшілдіктің тамырын тамырын жайғызып қойып отырмаймын. Кекшілдік деген ол тақуалық жолға түскен адамдарда әсіресе ол болмау керек. Әсіресе сол 7 адамға жалғанам, өзіме де кесірім тимесін, бауырларыма да кесірім тимесін. Мына қаракөз қандастарым, шама шарқым келгенше білгенімді айтып өтейін, халқыма қызмет етейін деген адам ол кекшіл болмайды. Сондықтан Марван тәте мені дұрыс түсіну керек та. Біз бұл жерде бір-бірімізден өшімізді алу үшін айтып отырған жоқпыз. Біз бұл жерде ашылмай отырған тақырыпты одан әрі ашып, халыққа қызметімізді жалғастыру үшін айтып отырмыз. Сондықтан Марван тәтеден мен ешқандай жаманшылық көрген жоқпын. Қолынан тамақ жедім, пана болды, тамақ болды. Мен ешқандай ол тәтемізге қапалығым жоқ. Бірақ пенде болғаннан кейін арамызда осындай жағдайлар болып тұрды. Оған жеңілдікпен қарау керек және оған махаббатпен қарау керек. Яғни біздің бір-бірімізден үйренеріміз бар. Марван тәтенің менен үйренері бар, мен Марван тәтеден үйренерім бар. Осы жолға түскен адамдардың ешқайсына да оңай болып жүрген жоқ. Жырақта жүрсем де маған да оңай болып жүрген жоқ. Мен айтам ғой, бұл аталы жол әр қырынан даму керек, тек қана бір қырынан емес. Оны кім қалай түсінеді? Түсінбесеңіздер, түсініксіз болса алдағы уақытта және ашып айтуға болады. Сол себептен менің атымды атады деп ешкім қапа болмау керек. Бұл жерде Марван тәтеден алдын ала мен басымды иіп кешірім сұраймын. Өйткені Марван тәтенің еңбегі ұшан теңіз. Ол мен жағымпазданып, бір жалпалақтап сөйлеп отырған жоқпын. Сөздің ашығы, сөздің ақиқаты. Кім көп істесе дейді, Құдай содан көп алады дейді ғой. Көп істеген адам көп қателеседі, бірақ ол адамның Құдайға, адамдарға берері де көп болады. Кімге Құдай көп берсе, содан Құдай көп алады дейді. Сондықтан көп жаңағы іс атқарам деген адам әрине көп қателеседі. Бірақ мен қателестім деп оған намыстанудың қажеті жоқ. Керісінше көтеріле беру керек. Сол әрбіріміз қателігімізді өзіміз мойындауымыз керек. Сондықтан Тоқберген атамыз бұл тақырыпты бұдан былай бұдан да ашығырақ және жоғары деңгейде, өзінің деңгейінде бізге ары қарай аша түседі деген ізгі ниеттемін. Келе жатқан оразаларыңыз құтты болсын. Таң сәріде Алла бұйырса сәремізді ішіп, Алладан тілеуімізді тілеп,
еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, жұртымыз тыныш болсын, ниетіміз ақ болсын. Беретін сауалдарымыз болса, оны тікелей бере беру керек, сөйлесе беру керек, кіммен болса да. Иә, Құдай тыныштық күнін беріп, аман есен оразамызды атқаруды Құдай тағала баршамызға нәсіп етсін.